Президент мунақашалары телевизион студияда яда Украинаның ән балабан мейданында. Президент намзетлерінің экесі мунақашаларға разы олды. Жанлы мунақашаларны украинлер бірден сайлавларының бірінші турундан сон талап етті. Бұның ақында тафсилатлы жа мұхберлеріміздің левхасында. Президент сайлавларының бірінші турундан сон украинлер ичтимаи ағлардаки сәйфелерде мунақашалар олғаныны істейм деп язмаға башлады. Ойынын тешібөсшісі Украина Милли Жима телевизион радио шіркеті. Фейсбукта бойлетет бірні тешкел еткен сон бір күнечінде 100 бин кеші қошылды. Бұл тек Фейсбук қоланачылары. Инстаграм, Твиттер, Телеграм сайылмаздан, ама анда да бұл малюмат тарқатыла. Әңнесасы шундаки адамлар мустақил телевизион каналда керчек мунақашаларыны көрмек істейлер. Бұл Киев телевизион мерkezіндегі студия. Там бұл ерде намзетлер арасында мунақашалар өткерілмек керек еді. Украина президенті сайлавлары аққындаки қанунға көре мунақашалар там Жима телевизион каналы өткермек керек. Тедбірінің шекіліні есе меркези сайлав комиссиясы белгілей. Зараз уся творча команда. Алазарда бұтын тақымымыз меркези сайлав комиссиясының емерлеріні беклемекте. Чүнки мунақашаларының бойлия шекілінен насыл этіп чалышажақ. Азырлықлар япылажағы белідегіл. Тек президент сәлехетлеріне айт олған мевзуи блоклар олғаны истерадық. Баш экспертлер намзетлерге суалер беріп олса. Ве бірінші тур вақтында жанлы яйында енді япқанымыз факт-чекингде олғаныны істейміз. Шымдыки Украина президенті Петро Порошенко бірінші турдан сон экзит пол нәтижелері илан етілген сон екінші турдан еввел мұтлақ мунақашалар олмалы деп айтқан еді. Ичбір шүбелер олмамасы үшін мұтлақа сайлавлардан еввел мунақашалар олмалы. Бұл олғаныны істемеген исе айтажақ шейлеріні оламамағаны көстережек. Апрелін үшінде президент намзеті Владимир Зеленский мунақашаларда иштирак етмек азыр олғанын ақында білдірді. Ама айны заманда бір sıra шей талап етті. Олардан бірісі мунақашалар Киевдегі Олимпийский милли спорт комплексінде кечірілмек керек. Дебаты відбудуться перед народом України. Мунақашалар Украина халқы огунде олажақ. Эпсы телевизион каналларында жанлы яйында мунақашаларны көстермеге аққы бар. Эпсы журналистлерінің мунақашаларда болмақ үшін аққы бар. Апрелінің 4-інде кечер кечесі ичтимаи ағларда айдынлатылған видео мұражатында Петро Порошенко мунақашаларға разы олды. Стадион олса біле. Амма қайдетті ки сайлав компаниясы темаша дегілде мемлекетінің келечегі ақында жеди бір мунақаша. Дебаты робляться не заради видовища на стадион. Мунақаша стадионда темаша олсын деп япылмай мунақаша мемлекетінің инкишаф стратегиясы қиметлер, тарихи вектор, приоритетлер ақында жеди бір субъект. Мемлекет садеже сайлав япмай, о өз тақдиріні эманет ете. Сиясетші нас Игорь Тышкевич аңлатаки мунақашалар Зеленскийдің күчлі бір тарафы дегіл, амма о мунақашаларына өз файдасына иштетежек ола. На что рассчитывают в штабе Петра Алексеевича Порошенко? Петро Порошенконың штабы нені беклейлер. Мунақашалар күчлі олажағыны Петро Порошенко Зеленскийні қиын суаллернен езіп ташлайжағына. Хусусан программасы меселесінде. Амма эгерде Зеленский бұтын бұ мунақашаларына, яне квартал 95 яда КВН яда Лига смеха темашаларына чевермек истесе, соң Порошенко не япажақ екен. Жима телевизион каналының темсилчилері мунақашаларны эм студияда, эм Олимпийскінің мейданында кечірмеге азыр олғанына білдірділер. Қарар меркези сайлав комиссиясы алмақ керек. Юлия Крючкова, Александр Бугай, Имран Усейнов, UATV.